Бәріне сәлем достар, сіздермен Нұрила. Бүгінгі видеода мен тігінді қалай үйренеміз, қайдан үйренеміз, қандай тігін машиналары қажет, қандай материалдар қажет деген сұрақтарға жауап беретін боламын. Маған Instagram парақшада көп қыздар осындай сұрақтар жазғаннан кейін мен YouTube форматында сіздерге жауап берейін деп шештім. Тігінді енді бастап, енді үйреніп келе жатқан жандарға, немесе үйренгісі келіп, бірақ та әлі басталмай жүрген жандарға осы видео өте пайдалы болады деген сенімдемін. Ең бірінші сұрақ, тігінді қайдан және де қалай үйренсек болады деген. Өз тәжірибем бойынша айтатын болсам, мен тігінді бастағанда 3 айлық офлайн курс алдым. Және де сіздерге де сондай кеңес беретін едім. Себебі кәдімгідей мектепке барғанда, яғни кәдімгі частный курсы, кройки, шутя курстарына барған кезде сіз тігін әлемінің ішін көретін боласыз. Әр затты өзіңіздің қолыңызбен ұстап, жаңағы қолданып көретін боласыз. Біз бірінші айда мерка алу, лекала құру, жаңағы инемен жұмыс, тігін машинасын заправлять ету, сондай майда жұмыстардың барлығын бізге мұғалім үйретті. Молния тігу деген сияқты, түймелер тігу, қалташалар тігу, оның барлығын сіз интернеттен де үйрене аласыз, бірақ та енді бастаған кезде барлығын мұғалімнен үйренген дұрысырақ деп ойлаймын. Екінші айда біз моделирование сабағын өттік, яғни әртүрлі фасондағы көйлектерді, әртүрлі фасондағы қолдарды, етектерді, әртүрлі көйлектерді, мысалы, сондайдың барлығын біз кәдімгідей сабақтарда көзбе-көз үйреніп, практика жүзінде жасап тіктік. Сондықтан да, егер де сіз енді тігуді бастап келе жатсаңыз, мен сізге сондай сабақтарға барып, офлайн сабақ алуға кеңес беремін. Егер де жоқ, мен үйде отырып үйренгім келеді, онлайн тігіп үйренгім келеді десеңіз, ол да болады. Енді бастап келе жатқанда сіздерге жаңағы үйге керекті заттарды тігіп бастауға кеңес беретін едім. Яғни фартук, алжапқыш, майлық деген сияқты, кішкентай көрпешелер, тіпті шопер тігіңіздер. Мен мысалы енді тігіп бизнес бастағысы келетін жандарға шопердің бизнесін кеңес беретін едім. Себебі сіздің кәдімгідей қолыңыз набиваться етеді, күніне бәленбай шопер тіккен кезде, анау строчкаларының барлығы ровно тігілетін болады ғой. Сондықтан да енді бастаған кезде көп дүниелерді қарапайым бұйымдардан бастау қажет. Сол кезде сіздің тігінге деген қызығушылығыңыз төмендемейді. Ал егер де қиын дүниелерден бастасаңыз, сіз оны тігуді дұрыс білмей, қателесіп, тігінге деген қызығушылығыңыз төмендеп кетеді. Қазір интернетте Викисюз, Грассер деген сайттар бар, яғни ол сайттарда дайын лекалар бар, және де ол сайттардың тегін дайын лекалар бар. Сол тегін лекаларды ең бірінші алып, распечатка жасап, матаға қойып, тігіп көруге кеңес беремін. Себебі сіз дайын лекалармен таныса бастайсыз, кейін от простого к сложному дейді ғой. Ең простой лекалармен жұмыс жасап, кейін өзіңіз қалаған бұйымдарды сатып аласыз, яғни лекаласын. Сол лекалармен жұмыс жасап, өзіңіз қалаған бұйымдарды тігіп ала аласыз. Дайын лекалармен жұмыс жасаудың өте керемет плюсы, ол өзіңіздің опытыңызды арттырасыз. Яғни дайын лекаларда инструкциялар тұрады ғой. Мысалы, мына бұйымды мына жерге тігу керек, мына бұйыммен былай тігу керек деген сияқты. Сол кезде кәдімгідей сіз жаңа лекалармен, жаңа тігудің жолдарымен танысқан кезде опытыңыз кәдімгідей артатын болады. Келесі, қандай тігін машинасын аламыз? Енді тігінді бастап келе жатқанда, самый простой тігін машинасын алуға кеңес беретін едім. Өзіңіздің қаражатыңызға сәйкес тігін машинасын сатып алыңыз. Тіпті оның ешқандай функциялары болмасын, 4-5 функциясы болсын, ештеңе етпейді. Енді тігінді бастаған кезде бізге тек қана прямая линия қажет. Сол арқылы үйренетін боласыздар. Көбісі енді бастағанда осындай профессионалды машина алады, немесе қымбаттау машиналар алады. Оның түкке де керегі жоқ. Өзіңіз кейін опыт жинағаннан кейін қымбаттауын аласыз.
Бірақ та самый простойын алсаңыз да жеткілікті. Себебі оның лапкаларын ауыстырып, неше түрлі функциялармен танысып, былайша айтқанда тігін машинасымен достаса бастайсыз. Сондықтан да кеңесім, самый простой тігін машинасын сатып алыңыз. Мен енді жұмыс жасап келе жатқанда инструкциясын оқуға кеңес беремін. Себебі көбісі оқымай, кейін тігін машинасын бұзып алып жатады. Ол дұрыс емес. Инструкцияда қай уақытта, қай кезде майлап тұру керек, қандай маталармен қай функцияда жұмыс жасау керек деген сияқты жазылып тұрады. Соның барлығын міндетті түрде оқып алыңыз. Және де бағана айтып кеткенімдей, ровный строчка жасауды білмесеңіз, күнде 10-15 минут бойы тігін машинасына отырып, тренировка жасауға кеңес беремін. Интернетте неше түрлі тренировкалар толып тұр. Ровный строчка жасауға кейбіреулер көрген шығарсыздар инстаграмда, қағаздың үстінен тігіп жатады ровный қылып. Ондай да бар. Ең бастысы практика және де практика. Материалдарға келетін болсақ, енді тігінді бастап жатқанда тігін машинасынан бөлек бізге қағаз керек, қайшы керек. Қайшыны кеңес беремін, матадан басқа ештеңе қимаңыздар, себебі мынаның өткірі кетіп қалады. Тіпті жіпте қиюға болмайды. Көбісі матадан басқа жаңағы гүлдерінде қиып жатады, осы қайшымен, сосын қайшылары өтпей жылап жатады. Сондықтан да матадан басқа ештеңе қимаңыз. Мынаны үйде тығып қоюға кеңес беремін, себебі көбісі шатастырып неше түрлі нәрсені қиып жатады. Бізге қағаз керек, қайшы керек, линейка керек, және де булавкалар керек. Мынандай булавка алуға мен кеңес бермеймін басында. Осындай шаригі бар. Себебі мынаны матаға битіп қыстырып, кейін үстінен үтіктейсіздер ғой сіздер. Сол кезде үтік пары арқылы мынаның краскасы матаға жабысып қалады. Сондықтан да бұндай булавканы алуға кеңес бермеймін. Әрине, кішкене ақша қосып, қымбатырақ булавка алуға кеңес беремін. Себебі өткір булавка әрқашанда жұмысты жеңілдетеді. Егер де булавкаларыңыз өтпей жатса, сіздердің маталарыңызды құртады. Тағы да кеңесім, өзіңіз киетін, өзіңіз қолданатын затты тігуге кеңес беремін. Көбісі өзі қолданбайтын киімдерді тігеді де, сосын ол әр жерде жатады, кейін тігуге деген мотивациясы 100% төмендеп кетеді. Ал егер де тіккен дүниеңізді өзіңіз қолдансаңыз, сіздің тігуге деген құлшынысыңыз әрқашанда көтеріліп тұрады. Сондықтан да түсіндіңіздер мені, иә? Қолданатын нәрсені тігуге кеңес беремін. Бір кеңесім, капризный маталармен бастапқыда жұмыс жасамаңыздар. Ол қандай маталар? Ол шифон, органза, бархат деген сияқты пайеткалармен маталар болады, иә? Ол маталармен жұмыс жасау өте қиын. Яғни олар тайғанақ болады. Тігін машинасы оны дұрыс тікпейді, тіпті шайнап тастауы мүмкін матаны. Сондай кезде сізге қиынға соғады. Бастапқыда сіздерге хлопок, бәз, лен деген маталармен жұмыс жасауға кеңес беремін. Тағы бір кеңесім, ол үтіктеуді дұрыстап үйреніңіздер. Кәдімгідей пармен жақсылап үтіктеп алыңыздар. Себебі тігінде осындай бар, яғни 70-80% ол сіздің қалай дұрыстап үтіктегеніңізге байланысты. 20% ғана тіккеніңізге байланысты. Кейбір изделияларды көресіздер, мына жерлері бетіп шығып тұрады, иә? Осыны кәдімгідей колодканы астына қойып тұрып үтіктеп жүрсең ғой деп ойлайсың, иә. Сондықтан да кәдімгідей портовский колодкалар болады, арзан болады, тіпті өзіңіз қолыңызбен жасап алсаңыз да болады. Сол колодкалар бар ғой, ішіне маталар тығып, сырт жағын қолыңызбен тігіп, сондай колодкаларды тіксеңіз, яғни колодка деген не екенін білгіңіз келсе, интернеттен қарап көріңіз. Ол сіздің бұйымыңыздың әдемі шығуына өте қажетті құрал. Сондықтан да дұрыстап үтіктеуді үйреніңіздер. Тігінді бастаған кезде, жаңағы айтқанымдай, простой дүниелерден бастап тігіңіздер. Және де қатты қымбат тігін машинасын алып, немесе қатты қымбат материалдардан бастауға кеңес бермеймін. Сіздер оларды құртып алсаңыздар, сосын тігінге деген қызығушылықтарыңыз төмендеп кетеді. Барлығын қарапайым дүниеден бастаңыздар.
Бүгінге менің кеңестерім осы. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Менің Инстаграм парақшама тіркеліп қойыңыздар. Мен Инстаграмда тігін блогын жүргіземін. Сіздерге 100% мотивация болады деген сенімдемін. Және де болашақ тігінші қыздарға тек қана сәттілік тілеймін. Әрқашанда практика жасап жүріңіздер. Менің YouTube арнамда сіздерге деген көптеген тегін мастер-класстар бар. Юбка тігу, шопер тігу деген сияқты, тіпті көйлек тігудің мастер-класстары бар. Сондықтан да YouTube каналыма тіркеліп, видео ұнаса лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік. Рахмет.